Баршаңызға сәлем, Атыпресс YouTube каналында жаңа подкаст. Сіздермен бірге Айгерім Талғатқызы. Бүгін біз абьюз тақырыбын талқылайтын боламыз. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Атырау облыстық сотының судьясы Дина Нұрболатқызы, Атырау қаласындағы белгілі психолог Нұрлан Рахман, және де бүгінгі кейіпкеріміз Айгөркем. Яғни біздің кейіпкеріміз шынайы өмірден, тағдырдан алынған, яғни бұл жерде ешкім рөл сомдамайды. Еркін подкаст. Бірінші сіздерге жолдайтын сұрағым, жалпы бұл абьюзерлік деген не? Ол қайдан пайда болады? Бұл дерт пе? Емдеуге болады ма? Психолог мырза, сізге. Жақсы, сәлеметсіздер ме? Жалпы абьюз деген енді тереңірек қарайтын болсақ, оның ар жағында бір әлсіздіктің белгісі ол. Абьюзер деген былайша айтқанда енді қарапайым жалпақ тілмен айтатын болсақ, ол жәбірлеуші. Яғни жәбірлеуші ол кезінде өз жәбірленген, содан ода әдет қалыптасқан. Яғни сол іште өшпенділік бар, немесе балалық кезінде көп бағанағыдай подавление дейді, орысша айтқан подавление көрген, әке шешесінен мүмкін тұрған ортасынан содан қалыптасқан мінез. Абьюз деген ол бізде енді қазір қоғамда көпшілікте түсінікте тек қана күш қолдану деген түсінікте қалыптасқан. Негізінде абьюз тек қана күш қолдану емес, моральды тұрғыда сындыратын адамдар болады. Моральдық тұрғыдан ешқандай күш қолданбайды, бірақ адамды кінәлау арқылы кінәлі сезіміне түсіру, немесе айыптау, әрдайым іс-әрекетін қадағалау, бақылау. Яғни абьюздің астында негізі көптеген қорқыныштар бар, бірнеше қорқыныштар бар. Оның ішінде ең маңызды қорқыныш абьюзерге ол потери контроля дейді, өзінің бақылауынан айырылып қалудан қорқады. Себебі ол ішкі былай түп санасында десек, түп санасы оның қатты жұмыс жасайды, ода өз-өзін қорғау инстинкті қатты жұмыс жасайды. Себебі көпшілік жағдайда өзіміздің тәжірибемізде көріп жатыр, ол адам өзі кезінде сол бір нәрсені бақылай алмай қалған, немесе жәбір көргендіктен сол балалық шағында немесе жастық шағында қалыптасқан өзінің травмалары. Ішкі өксік қой сонда бұл, иә? Ол жерде кек бар. Триггер дейді ғой. Иә, кек болуы мүмкін, ашу, ыза болуы мүмкін, ол жерде өзі жәбірленген болуы мүмкін. Яғни әр адамда әртүрлі бір қағидамен тек қана осындай болады деп айту мүмкін емес, әркім әртүрлі. Яғни енді оған тікелей септік болатын біріншіден енді сөздің шынына келгенде отбасыда тәрбие ғой. Екінші сол ең маңызды негізі отбасында тәрбие, себебі әке шешесі дұрыс тәрбие берсе, баланы кішкентай кезінен дұрыс бағыттап білсе. Дәл осы жерде бір сұрақ қойғым келеді. Ал ата-ананың мысалы өте жұмыс басты болып, баланың өмір процестерін бақылай алмай қалуы мүмкін ғой. Бала бақшада не болып жатыр, мектепте не болып жатыр. Кейде сондай прототиптер болады адамдардың, жасыру арқылы өмір сүреді барлығын. Яғни ішке жинау арқылы. Ол мектепте, қоғамдық ортада болып жатқан өзінің қиындықтарын ата-анасына жеткізбеуі мүмкін. Мысалы буллинг болуы мүмкін, иә, харассмент болуы мүмкін. Яғни оның барлығын жасыру керек деп жасырып қалуы мүмкін. Мысалы көптеген қыз балалар кішкентай күнінде жаңағы орысша айтқанда домогательство, жаңағы қол тигізу, неше түрлі сондай әртүрлі жағдайларды басынан өткереді, бірақ оны анасына, ата-анасына айта алмайды. Ондай да болуы мүмкін бе? Яғни ата-ана бұл жерде бәрібір кінәлі болып табылады ма? Енді бұл жерде ешкімді кінәлауға болмайды біріншіден. Себебі ол ата-анамызда олар да ол нәрсені көрмеген біріншіден. Адам өзінің көрмеген нәрсесін бере алмайды. Бірақ дегенмен де ата-ана, егер ата-ана баласына деген бірінші мынандай мәселе бар да, балада ата-анасына деген сенім болса, мықты, менің ата-анам қорғайды, мен ата-анама сене аламын деген сенімділік болса, және сол ата-ана сол сенімділікте баласына бере білсе, ондай бала еш нәрсе жасырмайды. Тігінен келіп айтады, мектепте осындай болды, садикте осындай болды деген сияқты, балабақшада ата-анасына келіп айтады. Себебі ол жерден өзінің кінәлі сезінбейді. Ол ата-анасын қорғайтынын біледі, оның артында тірек болады. Ол ата-анасына сенеді. Проблеманың көбі
осы сөздің шыны керек, енді қаншама сеанс бана айтып отыр, сеанстар өткіздім, көбіне жәбірлеу көрген қыз балдар банағыдай болды, ондай случайлар болды. Оның көптеген себебіне ата-ананың мән бермеуінде. Ата-анасына келіп айтқан кезде баланың сөзіне мән бермей, тұра тұршы деп бана сілтей салып, немесе тіпті сондай сорақы сенбеуі де мүмкін. Олай болмайды деп. Иә. Екінші жағдай, тіпті сорақы жағдайларда болған, мысалға банағыдай сондай жәбірлеу, кішкентай 6-7 жасында зорлық зомбылық көріп, әке-шешесіне айтқан кезде, әке-шешесі елден ұят болады деп, баланы аузын жаптырып тастаған кездерде болған. Ел білсе не болады, біз қарабет боламыз, не дейміз деген сияқты. Ол қара басының қамын ойлап, баланың ішкі жанын ойламаған. Өте сорақы жағдай екен. Иә, себебі оған себепші, енді біз ол жерде ата-ананы да кінәлай алмаймыз. Олардың өздерінің ішкі сенімдері, былайша айтқанда, бастарында қиқым тарақандар деп болады. Түсіндім, рахмет сізге. Осы жерде Айкөркем ханым, сізге сұрақ жолдағым келеді. Яғни бізде Айкөркем ханымның да басынан өткерген жағдайлар бар. Сол туралы тыңдап, және де сіздің психологтың пікірімен келісесіз ба жалпы? Сізге бұл кісінің айтып тұрған сипаттамалары болды ма? Сол туралы сұрақ жолдасам? Иә, мен келісетінім балалық травма дегенге мен қатты келсем да, мен осы тұрғыда осындай отбасылық зорлық зомбылық деп жатады ғой енді. Қазіргі таңда енді ол кезден де біраз уақыт өтті, бірақ мен сол кездегі шешім қабылдағаным, яғни осы соң ажырасумен бітті ғой енді. Соған барған кездегі ең бір ойлап ұстап қалғаны, бағана айтып жатыр ғой, негізі ата-ана бәрібір сені қолдағысы келгенмен де айтады, ұят болады ертең, жұрттан ұят болады, шыдасаңшы деген сөздермен шыдап келдік қой енді. Бірақ оның ар жағында мен ата-анамды ойлайын десем, мен өзімнің балаларымды ойлауым керек та. Бір ұлым бар, бір қызым бар. Сосын менің уже ойыма келді да, әкенің көргенін, әке көрген оқ жонар дейді ғой, әкенің көргенін ол болашақта бәрібір жасайды, ол бала. Көрген істейді. Өйткені балаға басқа балалардың әкесінен гөрі өз үйіндегі, өз ошағында отырған әкесі оған үлгі болады. Ол өскен кезде ол нәрсені андай бар ғой, бір дұрыс емес нәрсе деп көрмейді, дұрыс деп те жасамайды. Ол сол нәрсеге осознанно барады, өйткені ол әкесінен көрген тәрбиесі солай болды. Сондықтан да мен сол баламның болашақта осындай, ол да үйленеді деген сияқты ғой, сол кезде менен қалай, мен басқа қыздардың олай болғанын қаламадым. Және баламның өмірінде де әкесінің ондай несін қалаған жоқпын, болғанын қалаған жоқпын. Жалпы сізге осы ажырасуға себеп болған жағдайлар туралы себеп болғаны, мен барлығына шыдар едім. Ұрғанға да, соққанға да, оның ішінде барлығы да болды ғой, измена деп жатамыз, оның барлығына әйел адам шыдайды, алады. Аналарымыз да шыдап өткен ондай нәрсеге. Қаншама қазақ қыздары шыдап жүр. Менің шыдамағаным менде тек осы бала психологиясы, балама травма болмау үшін ғана. Қызым, өйткені біз 95-ші жылғыларымыз ғой енді, біздің кезімізде 2000-2005 жылдары бұл мәселе андай бір өзекті тақырып болған жоқ. Өйткені ауылдағы, білесіздер, ағаларымыз, әкелеріміз ішіп келетін, ол кездерді біз көріп өстік деген сияқты. Бірақ ол кезде аналарымызбен қарым-қатынасы жақсы болды әкелеріміздің, бірақ тек андай қытай бір ішіп келгеннен ұрттақ қойғаннан ғана кетіп сондай нәрселерді көріп өстік. Бұл жерде менімше ақтап алу. Ол ішіп қойғандықтан ғана ол соғып қойды. Енді сөйтіп ақтаймыз ғой, бірақ енді ол сол кезде қазір ондай жағдайлар жоқ қой. Қазір сізді кішкене бөлейінші. Психолог мырза, дәл қазір бізде Айкөркем ханым көп қыздардың түсінігіндегі дүниені айтты. Мен соқса да шыдар едім, ұрса да шыдар едім, жаңағыдей оң-солды жүрістеріне де шыдар едім деп тоқтатты. Ары қарай енді өзінің тереңдеп кетті. Бұл жердегі дәл осы сөз қаншалықты дұрыс? Жалпы енді психологиялық тұрғыдан алатын болсақ, ол дұрыс емес. Қай жағынан қарайтын болсақ та, дұрыс емес дүние. Ондай нәрсеге шыдау адамның, былайша айтқанда, орысша айтқанда, жертва дейді ғой. Жертва адам сондай нәрсеге төзеді. Бұл жерде адамның өз-өзін сыйлау, өз-өзіне деген құндылықтың төменділігі, яғни самооценканың төменділігін білдіреді. Өзін сыйлап, өзін құрметтейтін, өзін сыйлата білетін адам ондай іске адамды
жіберттірмейді және себеп бермейді. Және бұл жерде жәбірленуші мен жәбірлеушінің психологиясы бар. Жалпы абьюзер әрдайым сондай жертваны іздейді. Ол мысалға абьюзер ер адам болсын или абьюзер әйел адам болсын, мықты психолог дейді оларды. Мықты, олардың психикасы, яғни психолог дегенде бұл психолог емес, негізі ол жерде өзін өзі қорғау инстинкті мықты дамыған оларда. Мысалға ол өзінен күшті адамды көретін болса, одан айналып өтеді. Ол тек қана өзіне әлсіз адам іздейді. Себебі ол жәбір көрген кезінде өзі немесе эмоциялары басылған, подавленный эмоция. Сол эмоциялардың кері алу үшін оған жертва керек. Жертваны әрдайым ол моральдық тұрғыдан әрдайым сындырған сайын одан энергия алып отырады, қуаттанып отырады. Яғни оған ол ләззат сыйлайды. Иә. Бір сөзбен айтқанда. Психикасында кішкене ауытқушылық бол. Яғни бұны біз дерт деп айта аламыз ба? Дерт, иә. Бұл психикалық тұрғыда емделеді ма? Емделеді, иә. Емделеді. Мүмкін, иә. Емделіп жазылып кеткендер бар ма? Бар. Бар, иә. Осы тұста Дина Нұрболатқызы, сізге сұрақ жолдағым келеді. Жалпы сіздің қараған істердің ішінде дәл осы жағдай болды ма? Расымен де осындай Айкөркем ханым сынды күйеуінің барлық ісіне төздім, бірақ ажырасуға келдім деп, яғни қандай себептермен олар ажырасады? Былай қарағанда Айкөркем ханымны бір белгілі бір жағдай болмағанда, ол кісі сөйтіп төзіп өмір сүретін еді, ұрғанына, соққанына жүргеніне. Яғни осы тұрғыдан қандай жағдайлар болды? Енді саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен енді өз тәжірибеммен тоқтап өтейін. Қазіргі таңда осы тұрмыстық зорлық-зомбылық тақырыбы өте маңызды тақырыптың бірі болып отыр. Осыған байланысты заңға да көптеген бірқатар өзгерістер енгізілді. Атап айтқанда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте бір тарау осыған арналған ерлі зайыптылардың арасындағы кикілжіңге байланысты. Қазір 15 сәуір 2024 жылғы өзгерістермен ол қылмыстық жауапкершілікке ауысты. Керісінше қылмыстық жауапкершілікке осы 100 баптар енгізіліп, қосымша баптар енгізіліп, биылғы жылдың 13 маусымынан бастап заңды күшіне енді. Енді мен осы статистиканы көрейін деп зерттедім. 7 айда, биылғы 7 айда көптеген бірден оны қылмыстық іс жауапкершілікке аударған жоқ. Өйткені елдің бәрін соттау мақсат емес. Не болғанда да тәрбиелеу керек, жанұяны сақтау керек. Неке бұзуға келгенде қазір өздеріңізге мәлім, қаншама татуласу орталықтары ашылып жатыр, медиаторлар жұмыс қызметтерін атқарып жатыр. Соттардың өзінде де судья медиатор жұмыс жасап жатыр. Бірден істі қабылдап ажыратып жібермейді. Неке және отбасы туралы кодексінде де бұрын ертеректе 3 ай мерзім берілетін болса, татуласуға қазір 6 ай мерзім беріледі. Сол азаматтық істі өндіріске қабылдап, судья оны қарамас бұрын, судья медиатор жұмыс жасайды екі тараппен. Өйткені жанұя ең басты құндылық адам үшін. Ортада балалар бар. Кәмелетке толмаған балаларды оған бөгде адам, әкесінде айырбастамайды, анасында әкесінде қалатын болса, анасын ауыстырмайды. Сондықтан кез келген балаға өзінің туған анасы мен атасы әкесінің қасында болғаны қажет. Неке бұзу процесінде ол балалардың да психикасына әсер етеді. Мүмкін ата-аналар байқамайтын шығар, бірақ балалардың әрекетінде өзгеріс болады. Жаңа жылауық болады, бұзақы болады. Қазір өз тәжірибемде қарап отырсам, мен енді қылмыстық істерге мамандандырылғанмын. Жалпы тәжірибемнің басым көпшілігі осы қылмыстық істерге және әкімшілік құқық бұзушылық істерге қараймын.
неке бұзу азаматтық істер қараған кезде неке бұзу істерін көп қарайтынмын. Ол жаңа еңбегімді, судьялық тәжірибемді жаңа бастап жатқан кездерде. Ол кезде қалайда татуластыру мақсаты көзделген жоқ заңда. Дегенмен де мен жаңағы сәбилерін көріп жаным ашып, әуелі дара-дара сөйлесіп, азамат емессіз бе, сіз жаңағы біреудің үріп өсірген қызын сізге аманаттап берді, сіз оны мойныңызға алдыңыз, әлпештеп бағам, сыйлайым деген сияқты. Орталарыңызда балалар бар, сізді мына әрекетіңізді көріп өскен ұлыңыз не болады ертең? Менің анам шыдады ғой деп, ол да қол жұмсайды ертең күні үйленгеннен кейін. Оның тағдырын бұзып тұрсыз. Болмаса жаңағы зайбын бөлек шақырып алып, онымен сөйлесетінмін. Сіз неге артық сөйледіңіз? Ішіп келді екен, үндемей салмадыңыз ба? Жатқызып тастамадыңыз ба? Болмаса тіпті көзіне көрінбей қоймадыңыз ба? деген деп татуластыруға тырысатынмын. Сол кезде адамдар бірінен бірі кешірім сұрап, жаңағы қайталап өзім алдыма келген бірен сараң шығар, көпшілігі келген жоқ. Онда мақсатым мен жаңағы әйел адамды ер адамның алдына жығып беріп, не болса да осының тұрмысқа шықтың ғой, осының әрекетіне шыда дегенім емес. Мен жаңағы ертеңгі балалардың, мына ортадағы балалардың тағдырын не болады? Әкесі өскен бала, жаңағы кейіпкеріміз айтып өтті ғой, әке көрген оқ жанат, ана көрген томп ішеді деп. Сондай мақсатта осындай жұмыстарды жүргізетінмін. Қазір байқаймын, алдыма келген күдікті болсын, жаңағы сотталушы болсын, жеке басын анықтап келгенде, ол сол 90-шы жылдары енді ажырасу көп болды ғой, жағдай қиын болды. Адамдар өзіңіз айтқандай не болғанда да жанұяны асырау болды. Ер адамдар жұмыссыз қалып, араққа салынып кетті. Соның салдарынан шығар кішкене балалар тәрбиеден тыс қалып қойған сияқты. Сол заманда дүниеге келген балалар қазір енді азамат қой бәрі де. Қазір осы ажырасуға келіп жатқанда да сол кезеңде дүниеге келген жастар, қылмыс жасап жатқан балаларда сол әкесіз өскен балалар жеке басын анықтаған кезде басым көпшілігіне анасы тәрбиелеген ұлдар болып шығады. Психолог менімен келісетін шығар, қыз бала мен ер баланың психологиясы екі түрлі. Қыз балаға ана керек, ұлға қанша дегенмен ер адамның тәрбиесі керек. Өйткені ана тым қатты жақсы көрем деп оны жаңағы жіберіп алады, босаңсытып, әлсіретіп алады. Ал енді азамат болып өсу керек. Өздеріңізде көріп отырсыздар, қазір жаңағы неге ғаламторға кірсең, ер адам әйелді ұрды. Күні кеше міне дүкенде кішкентай сәбиімді аяғы тиіп кетті, бір нәрсесін тиіп кетті деп баласын апарып тастап, анау ер адам әйел адамды ұруға келіп тұр, шынымен де абсурд. Ұрып тастады, видеосы жүр. Солай бола ма? Біздің азаматтар қандай бұрынғы аталарымызды, әкелерімізді алып қарасақ. Жаңа Айгерім айтып өтті, менің де әкем, ағаларым ішіп келіп, аз-мұз жанжал болатын еді. Бірақ ол ішкендікке тең ғой деп көрдіңіз бе? Оған әкесі жақын. Әкесі керек. Сондықтан ол оның әрекетін ақтап отыр. Бірақ ол заманның адамдары бөлек. Сыйластық бар арада. Сол кезде ол анасын айтып тұрған жоқ. Анам ғой, менің анамның еңбегі ғой, жаңағы бетінен алмай демалдырып тастайтын еді деген айтқан жоқ. Әкем ішіп қойды, іштен етпес деген сияқты айтып отыр. Ол жерде анасының да ол несі бар, заслугасы. Осы жерде кішкене қоса кеткім келеді. Бұл жерде прототип үлгі алады қыз бала. Яғни анасы көнді ма, ол да сол көну қабілетін өзіне сіңіреді де, ол да кейінгі отбасында болған жағдайда
норма деп қабылдайды. Яғни ол қалыпты, дұрыс жағдай деп ойлайды. Иә, бұндай осының салдары емес па? Кезінде көну керек, шыдау керек деп, осының барлығына көніп, шыдап, дәл сондай көніп шыдайтын қыздар өмірге келді. Одан бертін келе, енді уақытпен сөйлейтін болсақ, бертін келе бұрын бала туу көрсеткіштері өте көбірек болды біздің ата-аналарымыздың кезінде. Одан кейін біз туатын кезде, яғни 90 жылғы балалар туатын кезде, бала туу көрсеткіші сәл саябырлады, яғни азайды. Бір отбасыда 1-2 баладан жаңағы дүниенің, тамақтың, өмір сүрдің дағдысымен адамдар бала тууға мән бермеді дейік па, не дейміз енді. Яғни балаларды асырау керек, қалай жеткіземіз деген уайым көбірек болды. Сондықтан әр үйде еркелеп өскен қыз ата-анасын үлгісін алады да, сол үлгіні өзінің отбасына апарады. Ол жерде тәуелсіз болып, емін еркін өскен қыз бала, ол бәрібір де дер кезінде дабыл қағады. Ал бәріне шыдау керек, көну керек, тіпті шектен тыс нәрсенің бәрі, дисбаланстың бәрі адамға кері әсер етеді ғой. Кері өте қатты жақсы көру, сүйіспеншілік және өте қатты безразличие дейді. Қазақша айтқан кезде бейқамдық, немқұрайлылық. Сол себепті бір отбасының үлгісін екінші жаққа апару деген дүние болмайды ма деген менде кішкене қорқыныш бар да. Қазіргі белгілі бір себептермен менде осындай адамдарды өте көп білемін. Адамдардың тағдыры туралы бір шама құлағдармын дейін. Сондықтан осы себепті емес пе екен қазіргі замандағы абьюзерліктің, ер адамдардың дәстүрлі тәрбиесінің, тәртібінің бұзылғандығы. Жалпы сөзіңіз аузыңызда бұл жерде тек қана бір ғана фактормен байлауға болмайды, бірнеше факторлар болады. Сіз айтып отқан бір себептердің бірі бұл. Иә, тағы енді ер бала деген бізде өте аспанға көтеру деген нәрселер бар. Бұл негізі психологияда жалпы тереңірек қараған, бұл қайдан пайда болды деген негізі кішкене әріректе жатыр. Әріректе жатқан себебі екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бүкіл ер азамат соғысқа кеткен кезде елде ер азамат азаяды, әйелдер кілең. Сол кезде ер адамды былай дәріптеп, жоғарылап, құрметтеу қатты болған. Соғыстан келген кезде біршамасы өліп келді, тірі келгендер де болды. Сол кезде бір ер адамдарды, ер азамат деп әйел адамдар қатты құрметтенсе, 4 жыл бойы мысалға, ұзақ уақыт бойы ер адамдар. Сол кезде басталған деген жалпы теория бар. Ер адамды дәріптеу, не істеу деген сияқты. Кейін одан кейін 90-шы жылдар, өздеріңіз айтып отқандай 90-шы жылдар көп ер адам үшін қиын болды, себебі коммунизм болды. Совет Кеңес одағында бүкіл жағдай жасалған, адамға ізденіп керек емес. Соның үшін ер адамдар ойланып, оқыдың, жұмысың дайын, кірдің деген сияқты. Енді империя құлайды, олар өздері әрекет ету керек, әрекет ету қолына келмейді, тек қана үкіметке аузын ашып отырады дегендей. Кешіріңіз, сіздің кішкене сөзіңізді сәл бөлейін. Қазір бізде судья ханымның сот процесі болуына байланысты ол кісі асығады деп ойлаймын. Сол себепті мен сізге негізгі сұрақтарды қойғым келеді. Дина ханым, заңға енген өзгерістер туралы, әйел адам өзін қалай қорғай алады, әйел адамды заң қаншалықты қорғайды, сол туралы айтып өтсеңіз. Қазір жаңа айтып өттім, жауапкершілік күшейді. Мысалы 2023-тің статистикасын алып қарайтын болсақ, былтырғы 23-тің 7 ай кезеңінде салыстырғанда биылғы 7 айда 2 есе артық қаралған. Осы әкімшілік құқық бұзушылық істер, тұрмыстық зорлық зомбылық санатындағы істер. Одан бері қарай міне жаңа айтып өттім, 13-ші маусымда заңы күшіне енгеннен бері қарай міне 108-1 бап, 109-1 бап деген қылмыстық кодекске өзгерістер енгізілген. Міне апазғантай уақыт қой, күні кеше былай қарасаңыз, бір ай мерзімде болған жоқ. Соның ішінде 6 іс негізінен қаралып аяқталған. Яғни бұл жақсы ма? Әлде бір айдың ішінде сонша істің келуі сіздердің статистикаларыңыз бойынша көп па? Бір айға жетпейтін уақыт үшін мен үшін көп.
яғни әлі де бұл жаңағы заң күшейгенменен заң күшейгенмен әрекет тоқталып тұрған жоқ. Бір мысал келтірейін, осының ішінде болу керек. Ауызша айтып өтейін. Алиментін ала алмай зайыбы сот орындаушыға шағымданған. Сот орындаушы борышкердің берешегін есептеп жаңағы борышкерге хабарласады, яғни ажырасып кеткен жанұяның ер адамына сіздің осындай балаларға, кәмелетке толмаған балаларыңызға берешегіңіз бар деп. Ол соған ашуланып, әйелінің жұмыс орнынан келіп, оған қол жұмсап, жеңіл дәрежедегі дене жарақатын салған. Осыған байланысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа жеткен. Алайда сотта жәбірленуші кешірім беруіне байланысты, татуласуларына байланысты іс тоқтатылған. Борышкер, яғни мына жерде енді істің санатына байланысты сотталушы кінәсін мойындап кешірім сұраған. Енді ондай жағдайда сот істі тоқтатуға міндетті. Бірінші рет бұрын жеке басына қарай, бұрын ондай әрекет жасамаған болса, жауапкершілікке тартылмаған болса, енді сәбиіне өзіне жеке басына сұрап тұрған ақша емес қой. Өздеріне ортақ балаларына, соларды асырауға, киіндіруге сұрап тұрған ақша қаражаты ғой. Сонда азаматтың әрекеті түсініксіз да. Күш көрсету арқылы жауапкершіліктен қашып кетіп тұр ғой, бәрібір қашып кетті. Сөзіңіз аузыңызда да болған, мысалға осы заң шықпай тұрып, мысалға қаншалықты нәтижелі сондай нелер болды, процестер болды. Мысалға мен өз басым білем, менің клиентім осыған дейін, осы заң шықпағанға дейін бірнеше рет сотқа шағымданған, күйеуі ұрады, жасырын келіп суға түсіп жатқан жеріне видеоға түсіріп, Facebook анау-мынауға жіберген. Балдар қорқады әкесінен, көргісі келмейді. Зорлық, абьюзердің абьюзері мысалға. Бірнеше рет не қылған, арыз берген кезде, арызын қабылдамай қойған кездер болған мысалға. Заңды тараптан қорғана алмай тұр. Иә, осы заң шыққаннан кейін де арыз берді, онда да қарамаған. Енді бұл жерде соттың кінәсі жоқ, өйткені сот дайын болып келген істі қарайды. Басым көпшілік адам ойлайды, мен сотқа арыз жазып едім, жүгініп едім, сот мені қорғамады деп. Сот осы жерін нақтылап түсіндіріп жіберіңізші. Қалай процесті бастау керек? Сіз абьюз көрдіңіз, мысалы, сондай бір жағдайға ұшырадыңыз, сіз өзіңізді заңды тараптан қорғағыңыз келеді. Сіз ең бірінші қандай қадамдарды жасайсыз? Сот қудалаушы орган емес, ол іс қозғамайды, немесе хаттама толтырмайды жаңағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы. Енді әбден бізге іс келгеннен кейін көрсек, егер ол адам бұрын соңды жаңағы полиция қызметкерлеріне, тиісті органдарға шағымданып, алайда ешқандай шара алынбай артып, мынандай осындай ауыр зардапқа әкеліп отырған көріп отырсақ, судья көріп отырса, міндетті түрде жекеше қаулымен жаңағы тиісті органдарға алдағы уақытта бұндай жағдай қайталанбас үшін жекеше қаулы қабылдай алады, жаңа басшыларының назарына беріп. Ал жаңа сіз айтып өттіңіз, қандай әрекеттер жасау керек. Алдымен ол тиісті органға, енді көбіне көп таяқ жеу ғой, енді әйел адам зәбір көреді. Міндетті түрде полицияға жүгінеді, арыз жазады. Ол тіркеледі, қазір тіркелмеу дейтін жоқ. Қазір барлығы да электрондық форматта ғой қазір. Даже телефонмен, қандай болмасын, ұялы телефон болсын, жаңағы стационарный телефон болсын, қандай телефонмен соқса да, оларға ол уже тіркеліп қалады. Содан кейін барып оның сол жердегі несі, мамандар, лауазымды тұлғалар оның тағдырын шешеді. Ол қылмыс құрамы ма, әкімшілік құқық бұзушылық құрамы ма, немесе тіпті жоқ па, жала жабу ма. Сосын барып жаңағы арызданушының жауапкершілігін, жалған жауап берсеңіз, жауапкершілікке тартылатыны жөнінде ескертіп барып арызын алып тіркейді. Содан бастап процесс жүреді. Тараптарды жауаптайды. Сөйтіп іс жаңа белгілі санаттағы әкімшілік құқық бұзушылық болсын, қылмыстық іс болсын, сол
қазір енді қылмыстық іс қой, өйткені бұл баптардың барлығы да Жалпы қылмыстық іске ауысты ғой, қылмыстық кодекс. Иә, рахмет. Жалпы қатты соққы көргенде мүмкін ол әйелдің полицияға жетуге жағдай болмайтын шығар. Ол бірінші жедел жәрдемге хабарласу керек па? Әлде полицияға, мен білемін енді, жедел жәрдем келсе, бірден ол полицияға өздері де хабарласуы мүмкін. Және хабарласпауы мүмкін де ғой. Хабарласпауы да мүмкін ғой. Жедел жәрдем келсе міндетті түрде хабарлайды. Міндетті түрде хабарлайды. Ал жағдайы келсе полицияға, әуелі полицияға хабарлаған, полиция келсе оның жағдайына қарай полиция жедел жәрдем шақырады. Екеуі бір-бірімен байланысты. Біреу келіп, біреу келмей қалды деп айтуға болмайды. Түсінікті, рахмет сізге. Енді соңғы заңдағы өзгерістер туралы тарқатып өтсеңіз. Қазір салтанат заңы деп аталып кетті. Енді бұл бейресми атауы болар, дегенмен қандай өзгерістер енді. Және осыдан кейін тағы бір сұрағым бар. Бұрын әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде болған бап 73, қазір 108-1 бап, денсаулыққа қасақана зиян, жеңіл зиян келтіру. Бұл жерде айыппұл жазасы бар, және 200 сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту, 50 тәулікке дейін мерзімге қамаққа алу жазалары көзделген. Бұл бірінші бөлігі. Екінші бөлігі бұл жеңіл түрі әзірге, жазасын ауырлататын. Бұл ауыр 2 немесе одан көп адамға қатысты адамдар тобы болып, бұзақылық ниетпен бірнеше рет кәмелетке толмаған адамға қатысты болса, 1000 айлық есептік көрсеткіш деңгейде мөлшерде айыппұл, 600 сағатқа дейін мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, немесе 2 жылға дейінгі бас бостандығына шектеу, немесе сол мерзімге бас бостандығына айыру жазасы. Ұрып соғу 109-1 бап болды. Бұл да қазір тән ауруына ұшырату, побои дейді бұрын. Бұл да қылмыстық кодекске аударылып, қылмыстық жауапкершілік көздейтін бап, 80 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл, қоғамдық жұмыстарға тарту, қамаққа алу жазалары көзделген. Бұл бірінші бөлігі. Екінші бөлігінде жаза кішкене қатаңырақ. 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұл, 200 сағатқа қоғамдық жұмыстарға тарту, немесе 30 тәуліктен 50 тәулікке дейін мерзімге қамаққа алу көзделген. Рахмет сізге. Осы тұста біз жалпы бүгін абьюз тақырыбын қарастырамыз дедік. Сол кезде әрине тек қана әйелді айтпаймыз, бірақ бәрібір де әйел қазір ауқымды рөл орын алады біздің подкастымызда дедім. Дегенмен де абьюздің басқа да түрлері бар. Яғни туған туыстардың, ата ененің, яғни сіздің іс қарауыңызда ерлі зайыптыларда барлығы жақсы, олар бірақ бәрін түсінеді бір-бірін, бірақ та ата-аналары тарапынан түсінбестік, ата-аналар тарапынан келген қысымдар осы ажырасуға әкелген жағдайлар болды ма? Келін мен ененің арасындағы конфликттің салдарынан ажырасуға әкелген жұптар болды. Енді екеуінің арасы жақсы, екеу тату, бір-бірін жақсы көреді, бірақ жаңағы келіні енесімен арасында бір кикілжің бар, келіспеушілік бар. Шынымен енді осының барлығы содан басталады ғой? Ол жерде жаңағы ер адамды да түсінуге болады. Оған анасы да қымбат, оған зайыбы да қымбат. Екеуін отырғызып қойып түсіндіріп, бұл бөлек шықпай, мен жалғыз ұлмын дейді. Сол кезде түсіндіріп айтуға тырыстым. Түсінем сізді, ата-анаңыз қымбат, бірақ бір ажырасасыз, келесі адамыңыз тағы да анаңызбен сыйыспайды, тағы да ажырасып жүресіз бе? Сіз енді бұл кісіні қамқорлауыңыз керек қой. Анаңызға түсіндіріп айтыңыз. Мен осы кісімен тағдырым байланысты, енді осы кісімен өмірімді өткізгім келеді. Осы жерде сізден азаматтық позицияңызды сұрағым келеді. Сіз жалпы осы бірге тұру, бірге тұрмау, мен жалғыз баламын деген мәселеге
былайша айтқанда қандай көзқарастасыз? Қазір енді барлығы да, мен ойлаймын, бұрынғыдай емес, сауатты, жасы да сауатты, үлкен кісілерде сауатты, мәдени көзі ашық, барлығы да ғаламторда бар, оқиды. Қазір үлкен кісілерде сол неден, желіден түспейді, байқасаңыз. Мен ойлаймын, не болғанда да мүмкіндік беру керек жастарға. Біріншіден, ол бір ұлым мен қалайда менің қасымда тұрсын деп меншіктеу дұрыс емес. Біріншіден, тату болуына мүмкіндік. Екіншіден, өз-өздеріне как личность қалыптасуларына жағдай болады деп есептеймін. Мен деген емін, менде ол қыз, келін, бала тәрбиелеп отырмын. Менде оларға өз еріктеріне бердім. Бөлек тұрам десеңіздер де, жоқ, бірге тұрам десеңіздер де, өз еріктеріңізде. Мен ешкімнің қолын байламаймын, өткені мүгедек емеспін. Рас, енді сондай үлкен жасқа келіп, мұқтаж болып қарауға, көмекке болып жатсам, онда да өз еріктеріңізде. Аптасына бір рет келіп тамағыңызды пісіріп, үйіңізді тазалап береміз, сонымен қамқорлығымыз аяқталады десеңіз, оған да ризамын. Жоқ, сіз қасыңызда тұрамыз, сіз біздің жаңағы балаларымызды бағысып, көзқарас болыңыз десеңіз, оған да ризамын деген сияқты пікірімді айттым. Сондықтан не болғанда да жастар өз өмірлерін, бастапқы кезде кішкене мына өмірдің сынақтарын көріп, сезініп, есейеді ғой. Енді кемелді отбасы құру, ол кемелдену ғой негізінде. Бірінші жыл қиын болады, өйткені екі түрлі тәрбиеден келген ғой, бәріміздің де басымыздан өтті. Біреуміз ерке болсақ, біреуміз кішкене жаңағы қатаңдау тәрбиеленген болар, білмеймін. Бастапқыда кішкене не болады, бірін-біріне қандай жаңағы махаббатпен, осы көзім махаббаттан көрмейді осы кісіні деп қосылғанмен бәрібір болады, бір азды кемдік нелер жеңе білу керек. Біріншіден, мен ер адамды да, әйел адамды да, жоқ, әйелдікі дұрыс, еркектікі дұрыс емес, немесе керісінше демеймін, екі жақ бірдей жұмыстану керек. Сол жанұяны сақталуына махаббат деген ұлы сезім, талай ақындар жырлаған, қолға көрінбейтін, қолға ұстатпайтын, көзге көрінбейтін, тек қана жүректе жанып тұратын нәзік сезім. Соны өлтірмеуге тырысыңыздар деп айтамын. Менің анамның бір ақылы бар еді, отбасы құру үшін ең бірінші сезім керек, одан кейін сенім керек, одан кейін қиындыққа төзу керек деп.